Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дұрыссыз, ешқандай содасыз, закваскамен дайындалатын, осындай әп-әдемі болып шығатын бауырсақтарды дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстінен закваскамызды саламыз. Менде тамақтандырылған закваска болғандықтан кішкене сұйықтау. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ерітілген сары майымызды, 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Және де тұзымыз бен қантымызды саламыз. Тағы да бір жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Тағы да айта кететін нәрсе, пайдаланатын ұндарыңыздың құрамындағы ақуыздардың мөлшері 10,3-тен жоғары болсын. Менде алтын дән ұны, құрамындағы ақуыздың мөлшері 10,6. Сіздер пионер сияқты ұндарды да пайдалана берсеңіздер болады. Осындай жұмсақ, қолға жабысатын сондай нәзік қамырымызды илеп аламыз. Қақпағын жауып, 2-2,5 сағатқа көтерілу үшін жылы жерге қойып қоятын боламыз. 2-2,5 сағат өткеннен кейін үстелімізге кішкене ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп алатын боламыз. Қыздар, бұл дрожжбен ашытылған бауырсақтар сияқты үлкен болып көтерілмейді. Мүлде көтерілмесе де 2-2,5 сағаттан кейін алып жұмыс жасай берсеңіздер болады. Кішкене ретке келтіріп, қамырымызды 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қыздар, бұл қамырлармен тек қана бауырсақ қана емес, пирожки, пицца және де булочка жасасаңыздар да болады. Бұл сондай универсалды қамыр, кез келген дүниені жасауға жарай береді. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Тым жұқа немесе тым қалың етіп жібермеңіздер. Ұн сеуіп отырмасаңыздар, қамыр өте жұмсақ болғандықтан өте тез жабысады. Өздеріңіз қалаған формамен осылай кесіп, бір 10-15 минутқа қалдырсаңыздар, бауырсақтарыңыз жақсы көтеріліп пісетін болады. Шетінен артылып қалған қамырларды қайта зуала жасап, қайтадан бауырсақ жасап жіберсеңіздер де болады. 10-15 минуттай тұрған бауырсақтарымызды қызып тұрған майда, орташа отта 2 жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Бауырсақтарыңыз осылай әп-әдемі болып үрленіп пісетін болады. Енді келесі бетіне аударып, екінші жағында қызарттырып пісіріп алатын боламыз. Неге осылай әп-әдемі бауырсақтар шығатын болады. Қалған қамырларды да жайғаннан кейін 10-15 минутқа қойып, дәл жаңағыдай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде орташа отта пісіріңіздер. Қатты отта пісірсеңіздер, закваскамен жасалған бауырсақтардың орталары шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан барынша майды қыздырып, одан кейін орташа отта пісіріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай осындай әп-әдемі бауырсақтар шығатын болады. Мен артылып қалған қамырдан осындай шелпекте жасап жібердім. Ол да өте жақсы шықты. Бұл бауырсақтар шынымен де қыздар көңілімнен шықты десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Қараңыздар, аралары қарапайым дрожжбен ашытылған бауырсақ сияқты әп-әдемі болып көтерілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.